Ошоланат кайрадан жерде. Мына эми азыр аракет жасады өзүнүн мүмкүнчүлүк Айдарбек Алымбаев. Айдарбек Алымбаев улакты өйдө көтөрдү, такымга басып аракет жасайт. Ошол зырат Айтбек Жолдошбек улага жарбашкандагы жана өзүнүн максатына жетти. Бул осу Сыймык Айдарбек улу. Аны укпай койду, айтор камчылап. Биринчи чыгарылгандай. Кезектеги жеке-межеке фаворит демек, фаворитти дагы көрөлү деген экен. Фаворит менен Дастан Русланов ортого түштү. Ага каршы Сакураны минген Жамболот Нургазиев. Вашингтон Норс турду жабыкталган азыр. Биринчи аракет менен ортого ээлеп көтөрүп кетип аракет ишке ашпады. Андан ары эки аргымактын түртүшүүсү азыр Никодерлик бирдей. Сакура отуруп да калганын көрдүк ал ортодо. Мүмкүнчүлүк бар жана ошол бир мүмкүнчүлүктү дароо пайдаланды, өйдө көтөрдү. Бирок азыр такымга басууга мүмкүнчүлүк жаралды. Дастан Русланов ишенимдүү түрдө такымга басты. Андан ары түз эле өзү чалга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эми атты бир аз аяп кыйнабай дароо пас берсе деле болот. Жок, азыр өзү бара жатат. Дастан Русланов анын артынан кайрадан эле Арген коргону да ушул жерде бир оюнчу каякта жүрөт. Бир оюнчу азыр аз же да ушул жеке-жекедеги оюнчу алмашпай кетип бир оюнчу киргенге үлгүрбөй калды окшойт жана аягына чейин кирген жок. Менимче үлгүрдү. Бир 50% деп деле айтпайбыз. Эми Таяк Азамдын капталында турган учурда тартып кирип бара жаткан учурда андыктан азыр кайталоонда көрөбүз. Бирок менимче кирген жок. Намыс оюнчулар деле бул чечимге макул. Жерде жаткан убакта кайрадан намыс алып кеткен. Бул команданын баштыруучусу Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек Анарбек уулу бул темир тору деген аргымакты минип чыккан. Сейитбек Анарбек уулу Казанга жакындады. Өнүктөш азыр жардамга келди. Жанында Рустам Мүдүнов. Сейитбек азыр кайрадан борбордук бөлүккө келе жатат. Сейитбек Анарбек уулунун намыстын чемпион болушуна албетте чоң салымы бар. Анткени машыгы да ошол Сейитбек Анарбек уулунун айнында ошол жакта физикалык машыгууларды өткөрөт. Ошол Сейитбек Анарбек уулунун үйүндө жашайт. Азыр өткөрүп берүүнү жасады. Өнөктөш Аскат Аскаровго. Аскат Аскаров буга чейинки биринчи салымды салган. Азыр дагы бир деңгээлде бошонгондой жетип барабы, каршылаш жетип барды. Бул Тилек Мусабеков. Аскат Аскаров азыр аргымактын башын ары буруп, бери буруп өз мүмкүнчүлүгүн издейт. Намыстын коргонуусунда өтө жакшы. Азыр бул деңгээлде бирден оюнчуларды жакшы жапты. Андан ары кайрадан ышкырык жагыды жок, бардыгы жайында. Oyundu топтоп турууну сураган. Анткени Тилек Мусабеков жерге түшүп калган. Анын ордуна азыр жаштыктагы Шахтер командасынын башка оюнчусу чыгыш керек. Мына ошондо гана 4-4 болгон учурда оюнду улантууга уруксат берет. Шахтер командасы Жалалбаттын атынан чыгат. Буга чейин Жаштык деген ат менен ойноп келгенин дагы билесиздер. Мына 4-4 эми ушул жерде оюнду улантса болот. Аскат Аскаров улактын такымында басып турган учуру. Биринчи бөлүктөн 3-2 бөлүк артта калды. 10 эсеп 1-0 жакшы бурулду жана Аскат Аскаров келди. Жана андан ары бул жерде Семикайров дагы бир аз жардамдашкандай. Улак албетте Аскат Аскаровдун эсебинде жазылат. Эсеп 2-0. Мына ушул жерден арттан келип кармап калууга аракет жасаган бул Сыймык Насырбеков болгон экен. Бирок үлгүрбөдү. Улак кайрадан старттан ташталат. Кичине Шахтер тескеринче Сары Өзөн Ашы 2-0 эсебинде утуп жаткан. Бүгүн өздөрү эсебинде утуп жатат.
Андықтан 2 ұпай айырма еш нәрсені шешпейді. Ренат Айбеков. Олақты албай жерге құлап қалғандан ортоды Келдібек Ақылбекұлы. Жерден олақты өйді көтерді. Жана андан ары шалға чуға әрекет жасайды. Намыстың 3 ойыншысы азыр түртіп отырып, аны сыртқа шығарып әрекетті. Бирок жақшы қолданды. Минген арғымағы Баткен. Баткен деген арғымақ ойнады да Келдібек Ақылбекұлы. Жана мүмкіншілік бар есепсаны 1-2-1. Шахтер командасы әлбетте олай менен бұл ойынды беріп қойбайды. Ақыр аяғына шейін мықты атадаштық көрсетеді. Жана Келдібек капитандық міндетті мықты атқарды дағы есеп санын қысқартты. Келдібек Ақылбекұлы. Андаттан Құлпарға бұл Айтбек Жолдашбекұлы болған екен. Стартта Лақ. Мамаситов мықты етіш жігіт. Алдан стартта. Бирок бірінші жылдады білген білен екеуге мүмкіншілік болды. Одан ортада Албек Кенейбеков. Тектору бүлік арғымақ. Майрамбек Рысбеков білген. Бирок сол ойындан кейін Майрамбек Рысбеков өздері білдірді әлбетте. Азия деген башқа. Әлбетте территория жақсы, бирок Азияның деңгейіне жетпеуі қиын. Матчейн ортада Албек Кенейбеков ойнатқан 5 қашқа біраз қартайғандай ойынды тақыр жүрішкен емес, надо жада 5 қашқаны бұл үйрет құрамғадағы алған емес өзіңіздер көргенде. Андықтан еме Албекті бұл үйрет чауылдан көрі, чауылды өзім қандай көрсетеді байқап тұра алам. Құлақ Чейіннен сыртына шығып кетті. Келдібек жекеменен ойналанады. Бұға чейін екі болды. Екі башқа ойыншы шықты. Дастан Русланов білен Алмасбек Мырзабекұлы шықса, Шахтерден Жамболат Нұрғазиев білен Сұлтанбек Айдарбекұлы ортаға түсті. Азыр Жамболат Нұрғазиевке мүмкіншілік көп берді. Сакура менен ортада қаршы красты менген Алдасбек Мырзабекұлы. Алмасбек қалыс болған Мартисбай Келдиев менен чоң ынтымақтадағы ойнап қалған. Бұл жерде мына Жамболат өзінің тактикасына салды. Дарро олақталды, бирок Мартисбай Келдиев жағырта елеген айтудан екі спортшының бірге бетпе-бет тұрусын сұралды да Эйман Ашқырық жағырды жана бұл өрет ортоны крас алды. Крас ортоны алды. Матчейн крас Сарыөзенді өреп келген. Ержан Тұрғынбай Менде Алтайдағы біліп қалды. Бұл жерде Жамболат Нұрғазиев мүмкіншілік қалды. Көрді жана Жамболат Нұрғазиев ойында қапталдап келіп түркі Семір Қайырбекұлы. Жамболат Нұрғазиев уақытты алғаны мен тақымға басқанға үлгірмей қалды. Тош енді бірінші бөліктағы көз ашып жұмғыча жиынтықтағы паражада тақырқы көз ірмемдер. Қайрадан жеке-жеке. Оласбек. Сейтбек Анарбекұлы. Алдасбек чоғыда ойнап қалған азыр. Алдасбекке ұшыл жерден алды. Байты жаттардыған ұқсаңыздар болады. Алдасбекке қаршы Сұлтанбек шыққан екен Айдарбекұлы. Аю менен ақырғы секундалар мен жолақты жерден өйді көтіргені менен деле шауылды жиынтықтарға уақыт жетеу деген сұру. Ақырғы секундалар жана бірінші бөлік бітті. Намыс Шахтер есеп саны 2-1. 5 минуттық тынығы.